Альбина Жанабаева ресейлік әнші Валерия Меладзенің жары. Бұрын Viagra тобында ән салған қызымыздың ресейлік әншімен ара қатынасы туралы әнші өзінің бірінші әйелімен ажырасқан кезде ғана белгілі болды. Біздің сүйісіп тұрған суретімізді жарияламаңдар, себебі менің әйелім қазақ деп жиі қалжыңдайды. Бүгінде олар Константин және Лука деген бала тәрбиелеп отыр. Кеңес одағы мен Ресейдің танымал актрисасы қазақ қызы Наталья Римбасарова режиссер Андрей Михалков-Кончаловскийге тұрмысқа шыққан болатын. Алайда 5 жыл бірге тұрғаннан кейін жұлдызды жұп ажырасып кетті. Егор Кончаловский деген ортақ ұлдары бар. Гога Ашкенази атымен танымал қазақтың қызы Гаухар Еркін қызы Беркалиева. 23 жасында ұлты еврей Стефан Ашкеназиге тұрмысқа шығып, Северина Ашкенази деген қызды дүниеге әкелді. Өкінішке орай 2007 жылы ерлі-зайыптылар ажырасады. Бірақ та Гаухар тегін ауыстырмауды жөн көреді. Тоғжан Ізбасарова француздық Шанель үйінің мұрагеріне тұрмысқа шыққан. Бұл туралы бізге 2016 жылы ғана белгілі болды. Жастардың тойының бірінші бөлімі қазақи дәстүрде болған деседі. Былтырғы жылдың ақпан айында Тоғжан Ванесса есімді қыз дүниеге келген.